Мен Оразбаева Мөлдір Маратқызы, Алматы облысы Кербұлақ ауданы Қоғалы ауылы 1988 жылы дүние есігін аштым. Қазіргі таңда Алматы облысы еңбекші қазақ ауданы Шелек ауылы Гүлдер балабақшасында жұмыс жасаймын. Тәрбиеші мамандығы менің мақтанышым. Мен бүгін ерекше бір сезіммен ояндым. Сәулелі шуақты ақ таңға боядым. Жүректе қуаныш бойда тасыған, өмірінің мәніне айналған бүлдіршіндерді көремін тағы да қасымнан. Мен тәрбиешімін. Осында мамандықтың қызығы мен қиындығының өзі бала ортасында жүрген жан ғана түсіне алады. Менің түсінігімше тәрбиеші тәрбие жұмысына үнемі атсалысып отыру керек. Балаларға қамқор болып жүретін, тәрбие мен өнерді үйретуші, үйлестіруші жан. Өйткені тәрбиеші балалардың ортасында жүріп, олардың мінез құлқын біліп, жан-жақта болып өсуіне бірден бір септігін тигізеді. Тәрбиеші деген сөздің мағынасына үңілсек, мақсаты тәрбие беру екенін түсінеміз. Адамның жаны мен тәні қашан да тәрбиеге мұқтаж екендігін ескерсек, тәрбиешіге артылар жүк жеңіл еместігіне көзіміз жетеді. Балабақшада дұрыс тәлім, тәрбие бере алса, ол ертең мектепке барып саналы түрде сапалы білім алуға тырысады. Сәлеметсіздер ме? Көңіл-күйлерің қандай? Жақсы. Жарайсыңдар. Осы жақсы көңіл-күймен шаттық шеңберімізді бастайық. Қуанамын. Қуанамын еді, қуанасың сен де, қуанады достарың, аяяу аңдап күнде. Жарайсыңдар балалар, жарайсыңдар, өте жақсы. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы балалар ою өрнек сәніміз оюға байланысты болады, жарай ма? Балалар, бізде бір жылда қанша мезгіл бар? Жантөре ғана атасын, Жантөре атайғыш? Қыс, көктем, жаз, күз. Жарайсың. Ал енді Балжан, бізде қазір қай мезгіл? Күз. Жоқ. Қыс. Қыс мезгілі, дұрыс айтады. Жәңгір, қыс мезгілінің айларын аташ? Сабағымыздың тақырыбы ою өрнек сәніміз, және балалар білесіңдер ме? Оюдың түрлері өте көп болады екен, және оюдың аттары да болады. Тәрбиешінің жұмысы оңай жұмыс емес, бірақ абыройлы, сыйлы, жақсы тәрбиешінің балалар ешқашан ұмытпайды. Ұлы Абай Құнанбаев айтқандай, адамның ерекше қасиеттері ақыл-ой, сана-сезім, ішкі жан дүниесі жоғары, кәсіби дәрежелі шығармашылық ұстаздан қалыптасады деп тегін айтпаған. Сондықтан баланың бойындағы ерекше қасиетті шығармашылық қабілетті ашу тәрбиешіге жүктелер жауапты міндет. Тәрбиеші мамандығы ұрпағымыздың тамырына нәр беретін мамандық екендігін естен шығармайық. Білерін 1-9, білмейтінін 99 демекші, білген сайын білмейтінін көп екен ұға түсесің. Сондықтан да шығарып белестерім әлі алда. Білімімді кеңейтіп, тәжірибе жинау алдымда. Білімімді ешқашан өзін білгіш қылып көрсетуге тырыспайды. Шын білімдінің зейін зердесі кең. Алыстан қарасаң кербез, жақынан қарасаң кішіпейіл. Жүзіне үңілсең мейірімді, жаныңа үңілсең шуақты көрінбек. Міне осындай кербез, кішіпейіл, мейірімді, шуақты тәрбиеші атансам, адами парызымның орындалғаны болар деп түсінемін.
Қазақ. Дұрыс айтады, біздің ұлтымыз қазақ. Балалар, біздің отанымыз қалай аталады? Қазақстан. Дұрыс айтасыздар. Балалар, біз Қазақстанда тұрғандықтан, біз қазақ болғандықтан, біз өз құндылықтарымызды білуге міндеттіміз балалар. Түсінікті ме? Балалар, ұлттық құндылықтарға мысалы не жатады? Не жатады? Ұлттық киімге және ұлттық ырыстар, ұлттық ойындар. Дұрыс айтады. Енді көрдіңіз ме? Дұрыс айтады, ұлттық ойындарға көп бар жатады. Енді қара тынышталамыз. Мен сұрақ қоямын, әрқайсыңыз өзің жауап бересіңдер, жарай ма? Мысалы балалар, Жантөре, сен айтшы, ұлттық киімдерді аташы. Ұлттық киімдерді. Дұрыс, тағы да. Дұрыс, тағы да. Қазақ көйлек, дұрыс. Аяққа киетін не деп атайды? Жоқ, аяққа киетін етік, дұрыс айтады. Тағы да аталарымыз не киеді үстіне? Шапан, дұрыс айтады. Көрдіңіз бе? Рухымыз мықты болсын десек, бірегей тәрбиеші мамандығын ұлықтай білейік. Аман сау болыңыздар.